От пен су. Бір күні от пен су кездесіп қалды. От судан: "Қайдан келе жатырсың?" деп сұрады. Су оттың сөзіне ашуланып: "Сенің ағайындарың 7 жұртты құртқан жұт әкелетін жалмауыздар әп-әдемі бір үйді ыстық алауына орап, күл талқан етті" деді. От: "Су еке, неге қатты ашуландың? Оған менің қатысым қанша?" деп еді. Су одан бетер айғайлап: "Бір күшейіп алсаң, айналаңа дес бермей, көзің тоймай бәрін бір-ақ жалмағың кеп, араның ашылады да тұрады. Сенің көзіңде тойым жоқ." Сонда от: "Ай, су еке ай, талай жерді, талай елді, тіпті адамзатты төсіңнің астына сап басып қалғаныңды ұмытасың-ау. Көктем болса болды, арнаңнан құтырына асып, өткел бермей талай елді қан қақсатқан сен емей мен бе?" деді қалыспай. Әбден ашуға булыққан су: "Болды, жетер. Енді сенің үніңді бір жолата өшірмесем бе? Су атым құрсын" деп бар пәрменімен оттың үстіне шапшыды. Су бір айла жасар-ау деп дайын тұрған от сытылып қаша жөнелді. Су өкшелеп қуа берді. Жан екпен қашқан от алып орманға тығылды. Сол сәт орман ағаштары қызыл алауға оранды. Енді судың жұмысы одан әрі көбейді. Ол орман ағаштарын өшіріп болам дегенше, бойынан қауқар кетіп, әбден әлсіреді. Ең соңғы демін салып, отты шала-пұла сөндірді де, есінен тана жығылды. Біраз уақыттан соң көзін ашса, от шала бықсып жатты да, бірте-бірте күш ала бастады. Су қатты шошынайын деді. Ол оттан: "От еке, бір ашуыңды маған бер. Мен әбден таусылып, әлсіреп жатырмын. Орманды өртей көрме" деп жалынды. Сонда от: "Жақсылықты жалғыз өзің жасап жүргендей, маған кеудеңді көтересің. Бұл дүниеде екеуміздің де өз орнымыздың барын мойындағың келмейді. Мені жаман ниетті етіп, өзің ағадал болғың келеді. Мен мынау орманда алауыма орайын деген ниетім болған жоқ. Сен ашуға алдырған соң өлмеудің амалын жасадым. Өз өмірімді қорғадым. Егер сен килікпегенде, бұл орман жайқалып тұрар еді. Енді мен ашуланатын не қалды? Одан да сен еңсеңді көтер. Бойыңа күш жина. Орманды суары күш алсын" деді. "Дұрыс айтасың" деген су оттың бетіне қарауға шыдай алмай, орманды жағалап ағып бара жатты. Суға қарап тұрған оттың құлағы су айтқан мына сөзді естіген еді. "От, достым, мен ағаттық жасадым. Егер сен болмасаң, адамзат қалай жылынатын еді? Әрбір үйге нұр шашып, жылу ұялатасың. Мен пақыр күнәмді өтеп, мына жайқалған орманды қайта қалпына келтірейін. Мені кешіріңдер" деген су сөзі бара-бара көмескіленіп мүлдем естілмей кетті. Су бар жерде ну бар. Әлі-ақ бәрі қалпына келеді. Қорықпа досым. Екеуміздің де өз жақсылығымыз бар. Екеуміз де адамзатқа керекпіз. Сондықтан ауыз бірлікті болайық. Енді қателік жасап алудан сақтанайық. Сен сол арнаңды асырмай, болмаса кемімей тыныш аққан күйіңде қал. Ал мен дүрілдеп дүркіремей, күшімді шақтап жұмсауға уәде беремін" деп сыбырлады. От сөзін жел қағып, суға жеткізді. Содан бері су, күш-қуаты бойына сыймаған күні, әлемді кеудесіне баспай, тарам-тарамға бөлініп кетуге тырысып келеді. Ал от күші дүниені жылы ұстауға дайын.